Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы электр қуатының негізгі көздері туралы жалпы мәліметтер. Сабағымыздың оқу мақсаты электр энергиясының көздері туралы айтып беру, шығармашылық идеяларды зерттеу мен дамыту үшін ақпараттық көздермен жұмыс істеу. Сабақтың мақсаты электр энергиясы көздері туралы олардың түрлері мен қасиеттерінің құрылысын анықтап және зерттеу. Электр тізбегі электр тоғын өткізетін құрылғылардың жиынтығы. Электр тізбегі бұл электр энергиясын шығаратын, беретін, түрлендіретін және тұтынатын құрылғылардың жиынтығы. Қазіргі замандағы адамның өмірін электр энергиясыз елестету мүмкін емес. Электр энергиясы, яғни электр тоғы тұрғын үйде күнделікті үй мәдениетінде қолданылады. Оның ішінде тоңазытқыш, теледидар, үтік, радио, қалтасым тетіктері және тағы да басқа техникалар жұмыс істейді. Электр тоғының көздері. Механикалық тоқ көзі. Механикалық энергия электр энергиясына айналады, яғни белгілі бір осындай механикалық құрылғы арқылы біз электр энергиясын аламыз. Екінші жарықтық тоқ көзі. Жарық энергиясы электр энергиясына айналады, яғни жарық тоқ көзі жарықтан, күннің сәулесінен біз электр энергиясын аламыз. Сонымен қатар химиялық тоқ көзі. Химиялық реакция нәтижесінде ішкі энергия электр энергиясына айналады. Суретте қарап отырғандарыңыздай, батарея берілген. Осындай химиялық батареялар оң және теріс зарядтардан құралған. Солардың реакциясы арқылы біз электр энергиясын аламыз. Оқушылар, күнделікті үй жағдайында біз электр энергиясын қолданамыз. Яғни біздің ұялы телефондарымыз, компьютерлер, жарығымыз, бұлардың бәрі электр сымдары арқылы келеді. Яғни біз электр қауіпсіздігін қатаң сақтауымыз керек. Есінде болсын, кез келген үзіліп жатқан электр сымынан адам өміріне қауіп төнеді. Оларды қолымен ұстау былай тұрсын, 5-8 метр қашықтан айналып өт. Себебі тіпті сымның өзін ұстамай-ақ жақындасаң да тоқ соғуы әбден мүмкін. Сонымен қатар, үй жағдайында тоқшагүмдер, үтікпен жұмыс істеп тұрған техникаларды қолың су болса, айыршықты ұстау өміріңе өте қауіпті. Үй жағдайында қолданылатын техникаларды тек қана құрғақ қолмен ұстаған жөн. Әсіресе тоқ тартатын құрылғылар, трансформаторлар, қосалқы станцияларды жақындау, кіру, қозғау өміріңе өте қауіпті. Осы қауіпсіздік белгілерін естеріңізде сақтап алыңыздар. Балалар, енді сіздерге тапсырма. Электр тоқ көздерінің түрлерін сипаттап жазып аламыз. Электр қауіпсіздік ережелерін қатаң түрде түсініп отырып, дәптерімізге жазып, жаттап аламыз. Назарларыңызға рахмет.